Бүгінгі әкелер мектебі іс-шарасына қош келдіңіздер. Біздің мақсатымыз әкелердің отбасындағы әсіресе баланың тәрбиесі мен баға жетпес үлесін дарыту. Бұл шара арқылы біз әкелерді бір-бірімен тәжірибе алмасуға, тәрбиенің жаңа әдістерін талқылауға және өз рөлін тереңірек түсінуге шақырамыз. Бүгінгі кездесуде тек қана жаңа білім мен пайдалы тәжірибе ғана емес, өзара түсіністік пен серіктестік те табады деп сенеміз. Баршаңызға сәттілік және табысты күн тілейміз. Кеше әкелеріңізді таныстырып өтейік. Балауса тобының Бексұлтан тәрбиеленушіміздің әкесі Лесов Тархан Бақытұлы. Бейбіс қыздарымыз Айым Бегімнің әкесі Ахымбеков Руслан Базарбайұлы. Сұлу да көрікті әнші қызымыз Айханымның әкесі Қоспан Самат Дауытұлы. Біздің ерке қызымыз Шырынның әкесі Абсаматов Берік Абсардықович. Ал енді Солнышко тобының әкелері Мұрат Айнұрдың әкесі Сағындықов Олжас Мұратович. Қайрат Мединаның әкесі Дербесалиев Самат Қайратұлы. Және де Нұрбол Мұхаммедтің әкесі Сейтжанбаров Нұрбол Нағметович. Ендеше сіздерді ерекше әсерге бөлейтін сәт күтіп тұр. Біздің кішкентай бүлдіршіндеріміз өздерінің жүрек жарды алғыстарын білдіру үшін өздері зиян алған кішкене ғана шағын өлең шумақтары бар. Бұл балалардың өз әкелеріне деген сүйіспеншілігі мен құрметін көрсету тамаша мүмкіндігі. Әр шумақтан олардың сіздерге деген махаббаты мен шынайы ықыласы сезіледі. Тәрбиелі өзетін әкетайым асқарым, атыптаның арайға асық босмастым. Қытайды бүгінгі әкелердің күнімен, аман болса әкелер, үркі кетпек тізіден. Әкешім, әкетайым, жақсы көрем мен сізді, құрметте мәңгі өтемін, мәпелеген өзімді. Әкешім жүрегім, сауадың тірегім, табыл әкеме ақашанды жүремін. Қатауым, әкешім, дем береді, еркелетіп, қашан сөзін тереді. Әкешім сен аман бол, кірін қағы күздерін, жаратқанын жар болсын, сәтті өтсін күндерін. Бір болсын әкешім, бүгін жатым береке, әкелердің күні бол берсін неге береке. Әке деген асылған бар жасыны беретін. Аман болса әкелер бізді жақсы көреді. Менің аманда әдепті жанымда ол деген қатар сөзін санамда жасын көкке жол береді. Ойлап жүріп тұру керек. 7 жасқа жетпей бала 7 атасын білу керек. 7 атасын білмеген, құлағына ілмеген, ұятқа қалып алқада, арғы тегі құл деген. Тұра алмайды тосылмай, жүре алмайды қатесіз, жүйрік басты осындай дейді халық, жетесіз. Жетесізден сақтанар, 7 жұртқа мақтанар. Болған келсе 7 ата, жетелі 7 атаңды жаттап ал деп, келесі кезекті 7 ата туралы сауалдарға беретін боламыз. Тархан бақыт, тілек, ілес, жетпіспай, бәйдібек, қышанат. О, керемет. Қозыбай, Жетібай, Құман, Әкімбек, Ауғанбай, Базарбай, Жарайсыз, жаңа сұрақты сіз толықтыра аласыз ба? 7 атаны білудің мәні неде? Оны білу міндетті ме? Енді 7 атамызды білу болуға, ата заманнан келе біздің қалыптасып кеткен дәстүріміз. 7 атасын білмеген, жетесіз деп айтады, 7 атасын білген ол, 7 жұрттың бабын табады деген керемет сөздер бар. Енді 7 атасын білген ол,
білген қыз жаман болады деп ойламаймыз. Жалпы енді бұл өзіміздің ата бабамызды, ұлттық құндылықтарымызды, тарихымызды дәріптеу бізге қанымызға сіңген қасиет қой. Сондықтан жеті атасын біліп жүрген жақсы қасиет болады. Ал Руслан мырза, сізге тағы да бір сұрақ. Осы өзіңіздің ата бабаларыңыздан қандай өнеге алдыңыз? Сол жалғастырып келе жатқан өнегеңіз бар ма? Енді арғы ата бабаларымызды білмесек те, осы көзіміз көрген аталарымызды, аталарымыздың көзін көргендерден талай жаңағы жақсылықтарын, жақсы қасиеттерін естігенбіз, көріп жүрміз, біліп жүрміз. Кезінде мынау қиын қыстау заман кездерде мысалы менің Әкімбек деген бабам осы дарияның жағасында бір ауылды ашаршылықтан құтқарып, аңшылық жасап, сол кезде алып барған мысалы Әкімбек бабамыз. Сондай жақсы қасиеттерін бойымызға сіңіруге тырысамыз деп бабаларымыздың. Көп рахмет. Самат, Давыд, Тоғымбек, Руслан, Асан, Дінәбек, Анатол, Көп рахмет сіздерге. Ақсадық, Ақсамат, Қойлыбай, Сарбай, Төрекел, Қожаберген, Бескене, Рамазан, Қушығаш, Қоңырат, Орта жерде. Жарайсыздар. Жеті атасын білмеген жетісіз дейді ғой, жаңа құда түсуде деп жатсыздар. Оны біздің мына қазақтан кейін Қасым ханның тұсында жеті атаға дейін қыз алатын болса, өлім жазасына Қасым хан қасқа жауыр заңдар жинағында енгізілген бірінші рет. Егер де өзінің рулас табын өзіне табын адамнан алатын болса, сол заңға кіргізілді. Содан бері қазақ жерінде, қазақ дәстүрінде рулас адамдар бір-бірінен қыз алыспаған. Одан кейін текті жерді қызын ал дейді ғой, шешесін көріп қызын ал дейді. Сол сияқты дүниелерді естіп, біліп, ұрпағымызға айтамыз деп отырмыз. Көп рахмет Берік мырза. Боят, Бекболат, Сандық, Төрбай, Оқбай, Сылбай, Рамазан, Сырелі, Алаш. Мен қазақ. Және де бір сұрақ қояйын. Құда түсу дәстүріндегі рөлі жеті атаға толмай құда болуға тыйым салынған неліктен деп ойлайсыз? Осы қан тазалығы, өйткені анау жақын туыстарын алса, мысалы уже балаларға жетілген туылды. Сол үшін жеті атадан туылды. Қазақ негізі қыз алысқан кезде оның дұрыс дәстүрі болса, басқа кезде бөлінеді. Керемет жауаптар, рахмет. Ахмет, Асқар, Әлтай, Қараула, Керемет, молодец, жарайсың. Жалпы жеті атаның білудің мәні бұл алдында айтып өткендей қанның тазалығы, сосын туысқан жақын адаммен қыз алыспаймыз. Дені сау, өмірге ұрпақ әкелуге байланысты. Келесі кезекте сіздерді қызықты әрі көңілді жарыс бәйге ойын күтуде. Сіздердің шапшаңдықтарыңызды, ептілік және ұлттық дәстүрге деген қызығушылықтарыңызды арттыратын ерекше ойын. Жарыс барысында өздеріңізді нағыз бәйгеге қатысқандай сезініп, жеңіске жету үшін барын салуларыңыз міндетті. Құлағын түр қайшылап қазанаттарың, бақпен бабы сай келсе озат аттарың, ал бұйыртып бәйгенің алдынан келсең, көкке лақтыр бөркіңді азаматтарың! Құрметті әкелер, үшін ситуациялық сұрақтар олардың баламен қарым-қатынасын теңірек түсінуге, ата-ана ретіндегі рөлін бағалауға және түрлі жағдайларда дұрыс шешім қабылдауға үйретуге көмектеседі. Айтқаны қызыңызды ортаға шақырамыз. Tanggadan minggu ber,
асық аты білән ойнаған, доп теуіп тезектері бар байдаған. Апырай түсінбеймін осы неге, мәңгілік бала болып қалмайды адам, есейген қандай жаман. Парталас құрбы қайда сыныптағы, дос қайда шұрық тесік шұллықтары. Солармен асыр салып ойнар едім, алдымнан бір шықса ғой күліп тағы, кетті ғой құрып бәрі. Ал қазір сол қызықтың қайда бәрі, ішім дүртеп барады қайғалауы, сағынады адамдар өткен шағын, қазіргі түрін көрсе айнадағы, қазіргі түрін көрсе айнадағы. Ән өнерінің майталманы Руслан мырзаға қолға салғымыз келіп, бізге керемет бір ән айтып берсеңіз. Құсалып айдан көлдеп дабылық ақтымы кәккүгәгәгигай. Айталмай кәккүгімді ешбір адам, бауырлап қоңыр қаздай баяулаттымы кәккүгәгәгигай.